Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Осы шығарылымда сіздерге 2022 жылы шыққан «Освобождение» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Бұл фильм шынайы өмірден алынған. Қашқан құл 200 шақырым бойы батпақты кешіп өтеді. Ты дышишь, потому что я разрешил. Теперь ты мой пес. 1863 жылы 1 қаңтарда Авраам Линкольн құлдарды босату туралы жариялайды. Камера Луизиан батпақтарының үстімен жүріп өтеді. Мақта алқаптарында ондаған қара құл жұмыс істейді. Оларды қарап жүрген ат үстіндегі қарулы адамдар бар. Онымен қоса итпен жүрген күзетшілер де бар. Біздің басты кейіпкер Питер есімді қара құл, және ол өзінің отбасымен бірге Библиядан тыныштық табады. Күзетшілер жігіттің қарсылығына қарамастан оны көшеге алып шықты. Ақ нәсілді адамдар Питердің әйелін өлтірем деп қорқыту арқылы жігітке айтқанын жасата алады. Осылайша Питерді торға қамап, басқа құлдармен бірге алып кетті. Оның отбасы Питердің ізінен жүгіре берді, бірақ та күзетшілер оларды қуып жіберді. Көлік мақта екпелерінің бойымен айналады, ал жолда қашқысы келген қара нәсілділердің бастары қазық болып қағылып тұр. Осылайша арба жаралыларды емдейтін конфедерация лагеріне келді. Бұл жерде сарбаздар демалып, зеңбіректер тазаланады. Кейінірек жаңадан келген құлдарды шынжырмен байлап, оларды батпақтың үстімен алып барады. Жақын жерде құлдар темір жол салып жатыр екен. Сонда Питер әлсіреп құлаған құлды ойланбай атып тастағанын көреді. Ал кейінірек тағы да құлап қалған өзінің серіктесіне көмектескісі келді. Сонда күзетші Питерге тапанша кезеңді. Осы кезде екі шабандоздың келуі жанжалды тоқтатты. Питер жұмысына қайта оралды, алайда оны Фасл дейтін баскесер аңдып жүр. Ал кешкісін күзетшілер қатты таяқ жеген және әлсіреген қара нәсілдіні алып келді. Бұны көрген Питер басқаларға уайымдамаңдар, Құдай бізбен бірге деп жігерлендіреді. Алайда көпшілігі оны тыңдамайды. Таңертең құлдар жұмыстарын жалғастырады. Ал күзетші шамалы демалып алыңдар деп үзіліс жасайды. Бірақ та Питерге өткен жолға қарсылығы үшін демалдырмай жұмыс істеткізеді. Енді Питер жалғыз өзі ауыр заттарды тасуда. Питер абайсызда күзетшілердің әңгімесін естіп қойды. Сонда күзетшілер Авраам Линкольннің барлық құлдарды азат етіңдер деген бұйрығы туралы айтып жатыр екен. Сонда күзетшілердің бірі ашуланып, ашуын қара нәсілді құл баладан алады. Сонда Питер бала үшін араша болды. Осылайша Питерге тағы да тапанша кезенді. Питердің қуанышына орай осы кезде Фасл араласады және күзетшіге қаруыңды түсір дейді. Ал кешкісін Фасл жігітке келіп, сен менің арқамда тірі қалдың, осыны ұмытпа дейді. Және бұл жағдайды Питердің ұмытпауы үшін ертесіне шынжырға байланған Питердің қасына қабаған итті әкеліп тұрады. Түскі ас кезінде жігіт басқаларға Линкольннің бұйрығы туралы айтты. Егер де олар солтүстік армия орналасқан Батон-Ружға баратын болса, олар еркіндікте болады. Алайда ол жерге бару үшін үлкен батпақтан өту керек. Оның қасында жан тапсыра салған оңай сияқты. Дегенмен де кейбір құлдар тәуекел етуге дайын. Осыдан кейін Питерге қайтыс болып кеткен шалды шұңқырға алып бар дейді. Ал шұңқырдың ішінде қайтыс болған құлдар өте көп. Күзетші тұтқынға мәйттің иісі шықпау үшін шұңқырды әкпен толтыр дейді. Бірақ та олар қарсы болды, себебі бұл құлдардың жасайтын жұмысы дейді. Осылайша күректі Питерге беріп, жұмысты жаса дейді. Жұмыс барысында жігіт күзетшінің өзін атып тастағысы келетінін байқап қояды. Әзірге Фасл көрмей тұрғанда күзетші тапаншасын алып Питерді атуға дайындалуда. Сонда жігіт ойланбастан қолындағы күрекпен күзетшілерді ұрып құлатады. Осылайша өрт қойды және біреуінің қолын сындырып, басты кейіпкеріміз қаша жөнелді. Және оның ізінен басқа да адамдар қаша берді. Қашқындарды күзетшілер ата алмай жатыр, бірақ та біреусін атып құлатады. Ал Фасл Питерді атқысы келді, бірақ та оғы жанындағы талға тиді. Осылайша қашқындар қопаларға жастырынып, батпаққа қарай бет алды. Ал баскесерлер болса иттерді босатып, өздері жылқымен бірге іздеуге шықты. Питер басқа адамдармен бірге орман ішінде тереңдей түсті. Аяқтың асты батпақ және улы заттар бар. Олар өрісті кесіп өткенде қуғыншылар ізіне жетіп қалды. Бірақ та құлдар суға түсті. Ал суда қолтырауын бар еді. Тек қана біреуі жағада қолтырауынан қорқып қалды. Бірақ та оны ит келіп талап тастады. Енді құлдар қарсы беттегі жағажайға шықты және жолдарын жалғастырады. Фасл жаралы құлды иттен ажыратып, оны сұрақтың астына алды. Және толық ақпарат беретін болсаң, мен сені босатамын дейді. Сонда құлдың аузынан басқаларының Батон-Ружға бара жатқанын естиді және тұтқынды босатады. Осылайша қара құл сумен жүріп бара жатқанда баскесер оны артынан атып тастайды. Қуғыншылар үлкен аумақты қамту үшін бөлінеді. Дәл осы ой Питердің де басына келді. Осылайша қашқындар әрқайсысы өз жолымен кетті. Аяғынан жарақат алған басты кейіпкер батпақ арасынан бір үйді көреді және үйілген ағаштың артына жасырынып құдықтан су ішеді. Осыдан кейін кептіріліп тұрған мата мен бірнеше картопты ұрлайды. Ал бұл жағдайды түскі ас ішіп отырған кішкентай қыз байқап қалды және қыз дабыл белгісін ұрады. Ал бұны Фасл естіп қойды. Питер аяғындағы жарасын орап жатқанда оны
баскесерлер көріп қойды. Қанға малынған шүберекті лақтырып, Питер жорғалау арқылы соқпақтан өтеді және балшықтың қасына тығылады. Ал аңшылар оның қайда болатынын болжап жатқанда, Питер суға сүңгіп кетеді және өзін білдірмеу үшін астында ұзақ тұрады. Сонда Фасл қолтырауынды байқап, жыртқыштың қасында құлдың аман болуы мүмкін емес деп, әрмен қарай жолдарын жалғастырады. Жігіт судан шығып келе жатыр және күтпеген жерден қолтырауын шабуыл жасайды. Сонда Питердің қуанышына орай ол қолтырауының аузына ағашын тығып, қалтасында жүрген пышақпен оны өлтіреді. Жігіт түнді талдың жоғарысында өткізеді, себебі жерде ұйықтаса жыртқышқа жем болуы мүмкін. Таңертең баскесерлер өлтірілген қолтырауының мәйітін көреді және құлдың аман қалмағанына көз жеткізу үшін Фасл қолтырауының ішек-қарын ақтар дейді, бірақ та іші бос екен. Ал кешкісін аңшылар от жағып қолтырауының етін жеп алады, бірақ та олар Питердің қолтырауынды өлтіріп тастағанына қатты таңғалды. Ертесіне Питер иісі шықпау үшін үстіне балшы жағып алады және тоқтамастан күндіз-түні жолын жалғастырады. Осы кезде қуғыншылар Питерді әлдеқашан өліп қалған шығар деп ойлайды, алайда Фасл оның денесін көрмейінше мен оның өлгеніне сенбеймін дейді. Басты кейіпкер балшықтың арасында орналасқан аңшылардың үйіне кіреді. Сол жерде керек жарақтарын қамтамасыз етіп, біреу көріп қалмасын деп қорыққаннан жан-жағына да қарап қояды. Толық жанып болмаған күлге пышағын тығып, кейін ыстық пышағымен беліндегі жарасын күйдіреді. Ал сосын күлді шелекке салып, араның ұясына барып үрлейді. Сонда аралардың барлығы шыққанда, жігіт аралар жинаған балды алып кетеді. Дәл осы кезде Фасл талдан шыққан түтінді көріп, сол жаққа қарай асығады. Ал Питер қайықтағы жыланды алып тастап, сонымен жолын жалғастырады. Фасл үйшікке де келді және көрген іздер арқылы құлдың осында болып кеткенін біледі және оның ойынша құл судың үстімен жүзіп өтті. Питер біраз жерге жүзгеннен кейін азғантай демалып, балмен азықтанады. Кейін ол құрлыққа шығып жолын жаяу жалғастырады. Ал Фасл болса, тасталған қайықты көріп, ол да жолын жалғастыруда. Осы кезде Питер өзімен бірге қашқан жігітті табады. Қашқындар тығылу үшін екіге бөлінді. Сонда Питер талдың тамырына тығылды. Баскесерлер талдың жоғарысында отқан құлды тауып алды. Бірақ та ол талдан түспеймін дейді. Сонда Фасл оны атып түсіреді. Жараланған құл жерге құлады. Тіпті оның тамағынан бауыздап жатқанда да Питердің қайықта екенін айтпады. Аңшы дәлел ретінде құлдың басын кесіп алды және көмекшісіне лагерге қайт деп өзі құлды іздеуді жалғастырады. Питердің әйелі балаларымен бірге плантацияда қалған еді. Сонда әйелін басқа қожайынға сатып жібермекші. Енді Питердің әйелін басқа бір еркекке тұрмысқа шығармақшы. Солай жасау арқылы ұрпақтарын көбейтіп, өздерінің құлдарын көп қылады. Бұл әңгімені әйел өзінің үлкен қызына айтуда. Сонда қызы анасымен ажырап кетпеу үшін бұл жерден бірге қашып кетейік дейді. Алайда анасының басқа жоспары бар екен. Әйел қызына жұмыстан кейін Анварға кел дейді. Сол жерде әйел мақтаны өңдеп шығаратын құрылғыға қолын салады. Енді әйелдің қолы іске жарамағандықтан, оны өзінің қожайыны басқа біреуге сата алмайды. Питер жолда өртеніп жатқан үйге келеді. Жылқылар босап қашып жүр екен. Ал жерде өлі денелер жатыр екен. Сонда жігіт қолына пышағын алып үйдің ішіне кіреді. Қарны ашқан жігіт дастарханда жайылған тамақтарды жеп алды. Сонда бөлек дауыстарды естіп, келесі бөлмеге кіреді. Сонда жігіт көптеген мәйіттердің жанында кішкентай қара нәсілді қызды байқап қалды. Питер қызды далаға алып шықты. Ал қыз болса өліп бара жатып өзінің крестигін Питерге берді. Осы кезде артынан бір баскесер келді және Питерге пышағыңды тастап, менімен бірге жүр дейді. Бірақ та Питер өзінің ұшты сақинасымен баскесерді ұрып құлатады және екінші қуғыншыны да атып тастайды. Иттің үрген даусын естіп, жігіт қашып кетті. Үйдің жанына Фасл келді. Жерде мәйіттер жатыр екен. Сонда жарақаттанған көмекшісі құлдың қайда кеткенін айтып береді. Бұны ести сала Фасл көмекшісін атып тастайды. Осылайша Фасл Питерді аулауға тағы да шықты. Сонда жігіт бір жерге тоқтап, өзіне шабуылдаған итті атып тастайды. Таң атқанда қашқан өзеннің жағасына жетеді. Бұл жерде шайқас болған екен. Жан-жақтың барлығы жауынгерлердің мәйіттері және айнала көк түтін. Кенеттен алыстан зеңбіректің дауысы естілді. Сонда бір кеме жағалаудағы бекіністерді атқылап жатыр екен. Сонда жігіт Абрам Линкольнді кезіктіріп қалармын деп алдаға қарай жүгіре берді. Бірақ та жолда атқа мінген Фасл оны ұстап алды. Қара құлды аямастан қамшымен ұрады. Содан кейін атынан түсіп, құлды өзінің иті сияқты елестетіп оған ет көрсетеді. Бірақ та Питер бағынбады. Сонда баскесер тапаншасын алып Питерге бағыттайды. Тапаншаның атқан дауысы шықты. Сонда Фасл жерге құлап, өз қанына өзі көмілді. Питердің айналасында әскери киінген қара нәсілді адамдар. Сөйтсе бұлар Линкольнға қызмет ететін Луизиана әскері екен. Олар жігітке көмектесу үшін өздерімен бірге алып кетті. Осыдан кейін Питер далалық ауруханада оянады. Жақын жерде зеңбіректердің дауысы естіледі. Жігіт қайта-қайта отбасыма оралуым керек деп қайталайды. Алайда медбике саған жақсылап демалу керек дейді.
лагерде өмір бар. Бұл жерге келген қара нәсілділер азат етілген. Басқалары Питерден қанша жастасың деп сұрайды, бірақ та Питер қаншада екенін өзі де білмейді. Жігіт өзінің мақта алқабындағы қожайыны туралы айтып берді, және темір жол салып жатқанда қашып кеткені туралы айтты. Ал кейін офицерге өзімнің отбасымды табуым керек дейді. Бірақ та офицер, біз соғыстың қызып тұрған шағындамыз және бұл армия лагері дейді. Кейін жігітке екі түрлі таңдау береді. Көмекші болып жұмыс істейсің, немесе отанын қорғайтын жауынгерге айналасың дейді. Сонда Питер екінші нұсқаны таңдайды. Жауынгер болып отан қорғайды. Отрядтың арасында өзімен бірге қашқан үшінші жігітті табады. Ол да аман есен осы жерге келген екен. Әскери киім алуға кезекте тұрғанда жігітке екі адам келеді. Олар суретші екен, және олар Питердің арқасындағы қамшы іздерін суретке түсіріп, келер ұрпаққа естелік ретінде қалдырғысы келеді. Көп ұзамай кейіпкер қара киінеді, және ол командирмен сөйлесіп жатыр. Енді команда соғыс үшін тактикалық жоспар құруда. Таңертең қара нәсілділер отряды шабуылдауға жіберіледі. Офицер жауынгерлерді рухтандырып, біз шайқассақ, өзіміздің бостандығымыз үшін шайқасамыз дейді. Осыдан кейін Питердің жан-жағындағы жауынгерлер оқтан өлуде. Бірақ та ол қорықпастан басқалармен бірге алға қарай жылжуда. Осылайша отряд бекіністерге қарай шабуыл жасайды. Барлық майдан даласына снарядтар атылып жатыр. Бірақ та әскер қорықпастан әлі де алдыға қарай жылжуда. Бір жарылыстың кесірінен Питер ес-түссіз құлап қалды. Ал есін жиған кезде оның әскері жау әскерінің жаудырған оқтарына қарамастан алдыға қарай жылжып бара жатыр. Шайқас ішінара қоян-қолтық кезеңге өтеді, яғни қолмен төбелесіп жатыр. Питер мәйіттердің арасына жасырынып, қарсы беттегі адамдарды атуда, және қатты жарақаттанғандардың жанын шығарып, олардың қаруымен әрмен қарай кетеді. Жолдан жарақаттанған сарбазды көріп, оған көмектеседі, және қалған әскерлерді ізімен ертіп, тағы да шабуыл жасайды. Солтүстіктер конфедерация редуттарына кіреді. Өздерінің аздығына қарамастан зеңбіректерге де жетіп үлгерді. Ал кешкісін шайқас басылып қалды. Әскер осы жерде сап түзеп келе жатыр. Арасында Питер де бар. Олар солдаттарды тұтқынға алған плантацияның жанына өтеді. Жігіт бұрынғы қожайынын көреді және оның басынан атып тастайды. Осыдан кейін әскер құлдарға қарап, енді сендер құл емес, азатсыңдар дейді. Ал сапта тұрған Питер өзінің отбасын таппай тұр. Ал осыдан кейін жергілікті адамдардан өзінің әйелін қайда екенін сұрайды. Тіпті ол өздерінің ескі үйіне барады, бірақ та ол жерде ешкім жоқ. Қуанышқа толы адамдардың жанында өзінің отбасын әлі таппай жүр. Осылайша үмітін үзе бергенде өзінің әйелі мен балаларын көреді. Осылайша бір-бірлеріне қарай жүгіреді және тоқтамастан жылай береді. Дәл осы бақытты сәттен фильм аяқталады. Достар, егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Ал келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.